Я құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық, құрметті көрермендер. Өздеріңіз көріп отырғандай, жаңадай жақсы тамаша біздің журналистеріміз дайындаған тамаша бір әдемі бейнесюжет болатын. Оны да білгендеріңіз жөн. Білесіз бе, торт ең дәмді, ал қазір оған қоса ең сәнді сыйлық. Мәселен, әнші Мадина Садвақасова тұрмысқа торт арқылы шыққан. Жолдасы Олжас Смағұлов Мадинаның туған күніне арнап үлкен торт пісіртіп, оған алмаз тасты сақина салдырыпты. Ал әнші Аша Матай жолдасы Арман Қоңырбаевтың туған күніне доп пішінді торт сыйлаған екен. Ашаның инстаграмдағы оқырман саны 1 миллионға жеткенде Арман да креативті ерекше торт берген екен. Мұнада ерекше тортты кішкентай Аяру пісірген. Белгілі продюсер Баян Есентаеваның қызы әр мереке сайын ерекше торт пісіріп таң қалдырады. Қиялға ерік беріп сан алуан тәтті әзірлеуге болады. Ол көзбен асқазанды бірден қуантады. Солай емес пе? Ендеше біз қонағымызды шақырып отырмыз. Кондитер Жадыра Ахметжанова келіп отыр. Сәлематсыз ба, Жадыра ханым? Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Ал енді торт деген кезде ол қандай торт? Әркім әртүрлі торт дайындайды. Бүгінгі сіздің ерекше тортыңыз қалай деп аталады? Бүгін біз Рафаэл атты торт жасаймыз. Ол үшін бізге айтайын ба не керек екен? Әрине. Біз тікелей эфирдеміз, барлық көрермендер сізді көріп отыр. Сіз не қосу керек екен, алдымен айтып өтсеңіз. Бірінші. Алдымен біз тәтті нанын жасаймыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет, 150 грамм қант керек, содан кейін оны кішкене қосамыз. Сосын 2 түрлі крем жасаймыз ол үшін. Рафаэла болғандықтан кремнің ең бастысы ол кокосовый стружка дейді ол. Соны қосамыз. Кокос ұнтағы? Ұнтағын, сары май, содан кейін сгущенка дейді. Сүт, қойытылған сүт. Екінші кремнің түрі ол мынау кілегей, 35% кілегей болу керек, және ол суық болу керек. Содан кейін қант кішкене қосамыз. Сонда 2 крем жасаймыз ба біз? Бүгін 2 крем жасаймыз. 2 түрін. Екеуінде жағамыз ба сонда? Біреуін ішіне жағамыз, екіншісін сыртына кетеді. Қазір оны көретін боламыз, құрметті көрермендер. Ал іске кірісейік. Енді бірінші наннан бастайық. Мен сізге көмектесейін, Жадыра? Ол үшін сіз бір кремін жасай беріңіз. Оған мына кілегеймен, мына кішкене қантты қосып, мына осы миксермен көпірістен болады. Жақсы. Кілегейдің барлығын қосамыз ба? 200 граммдай болу керек. Бір стакандай ғой бұл, шамамен алып қарағанда. Ал іске кірісті, құрметті көрермендер. Ал қанша қасық қосамыз мына қанттан? 2-3 қасық. Үлкен қасық болса. Біреу? 2-3 дедіңіз, 2,5 тағы кішкене қоссаңыз жетеді. Тым тәтті болмасын. Болды ма, осыны араластыру керек пе? Осыны үлкен несімен араластырсаңыз болады. Құрамы, құрметті көрермендер, экранда көрсетіліп жатыр. Оны қазір тез-тез қағаздарыңызды алып, болмаса телефондарыңызды алып, шақ етіп түсіріп алсаңыздар болады. Ол өте оп-оңай. Болмаса, YouTube бар бізде, біздің мұрағат бар, Кастерка сайтынан да толық тамашалай аласыздар. 5 жұмыртқа. 5 жұмыртқа, содан кейін қант қосамыз. Бірге қосамыз. Қант 1 стаканнан сәл жетпейді. 150 грамм. Қосасыз ба? Әлде бұны араластырып аласыз? Кішкене араластырып бастайық, содан кейін қосамыз. Онда кірсек екеумізде. Көтерлі керек қой, Кішкене бірай араластырып отырыңыз. Өте дәмді көтеріліп, сондай крем болып келе жатыр, құрметті көрермендер. Әптақ, сондай дәмді. Осы жеткілікті ме? Жоқ, қоюлану керек. Қоюлану керек? Қатты болу керек. Қанша минутта піседі? 2 минутта сіз араластыру керексіз. 2 минутта?
Наны где-то 5 минуттай араластыру керек, 5-7 минут. 5-7 минут. 2 минут 3 минут араластырсақ сол жетеді. Негізі торттың өзі неше минутта піседі? Торттың өзі 25-30 минутта. 25 минутта. Қанша градусқа қоясыз? 180 градусқа. 180 градусқа, я? Ардақты ағайын, хабарласыңыздар, өте дәмді осындай аппақ шоколадтар қосылған. Қазір торт дайындайтын боламыз, дәмін өзімізде көреміз. Сондықтан 55-37-76. Оның жоғары сорттағы әлде бірінші, екінші сортта? Жоғары сортта. Жұмыртқа да жоғары сортта болу керек. Міне, менің кремім қоймалжың болып келе жатыр, яғни кілегей, және де осындай қант ұнтағы. Бұнау жете ме? Жетеді. Тамаша. Енді мынаны кішкене ұн қостым. Оны араластырамыз. Осы ретте мен ақпарат айттым келіп отыр, Жадыра. Сіз біртіндеп араластыра беріңіз, жарай ма? Иә. Білесіз бе, Қазақстанда Кортафелло тауар белгісі тіркелген. Ол оңтүстік Қазақстан облысында ауылда әзірленеді. Бір қап құрт 250 теңге тұрады екен. Ал Рафаэлло кәмпиттері болса Италия бренді. 1990 жылдан бастап шығарылған екен. Иә, бізде енді құрт деген ұлттық тағамымыз ғой. Құрттың дайындалу әдісін білсеңіздер, оның өзі біздің тек әжелерімізден артық жасайтын адам жоқ сияқты. Абайлаңыз. Иә, жасай беріңіз. Құртты кәдімгідей бәркім әр қалай жасайды. Біреу домалақ осындай Рафаэлло қылып жасайды. Біздің үйде осы құртты бейтіп әжем барлығымыз құрт жасатып қоятын, домалақ қыламыз да, кейін оны сопақ қыламыз. Сонда үлкен болып кетпеу керек деп айтатын. Адам жеген кезде, аузының ішінде тұрған кезде ол шағында болу керек, кішкентай болу керек деп сөйтіп арнайы көктемде жасалынған, жазда жасалынған, жаңағыдай құнарлы шөптерден жасалынған деген сияқты құрттар болып, таза сүттен жасалынған, көк сүттен жасалған деген сияқты құрттарымыз кездесетін. Иә? Мынаны енді ыдысқа салып, неге пісіреміз, 20 минутке қоямыз. 20 минутке қоямыз ба? Иә. Бірақ біз онымен? Онды салдық. 5 жұмыртқа. 5 жұмыртқа, содан кейін 150-100 граммды қант салдық. Бұны қай жерге қоямыз? Не, ыдысы болу керек. Ыдысқа құямыз, иә? Құямыз. Құрметті көрермендер, айтып өткім келіп отыр. Біз тікелей эфирде болғаннан кейін, уақыттың өзі шектеулі болғаннан кейін, жасалу әдісін, тәсілін көрсеткен болатынбыз. Ол 5 жұмыртқа, 1 стаканға жетпейтін қант және де ұн жоғарғы сұрыптағы. Енді осының барлығын ыдысқа салып, бір 20-25-30 минутқа қоямыз. Қойып қоямыз. 180 градуста. Және сол дайын болғанда ол мынандай торт болып шығады. Солай емес пе? Сондай болып шығады. Оның барлығын қазір тікелей эфирде күтіп отырудың да өзі жаңағыдай біраз уақытты талап етеді. Сондықтан міне дайын болған тортты көрсетейік. Қазір енді ол кремді қалай жағамыз, қалай сәндейміз, соны тамашалайтын боласыздар. Сіз кесе беріңіз, осы ретте тағы да ақпарат айта өтейін. Рафаэлло деп аталатын салат ас үй ханымдарының арасында кең тараған. Ол үшін тауық еті мен жұмыртқа, ірімшік пен майонез қажет екен. Дайындалу тәсілі оп-оңай, дәмі тіл үйірер салатты сіз де үйде жасап көріңіз. Әрі асқазанға жеңіл тиеді. Сіз таптыңыз ба түсті? Иә. Мынаны үшке бөліп. Осындай сарғышта болып шығады екен. Міне құрметті көрермендер. Үшке бөлеміз. Иә. Жып-жұмсақ. Иісі ғажап. Нәзік, яғни қатып кетпейді ғой. Қантты көп салған кезде бір ас үйдегі әйелдер айтып жатады, қатып кетеді, көтерілмей қалады, жабысып қалады дейді. Ол неліктен болуы мүмкін? Араластырған кезде біз оны көбірек араластыру керекпіз. 5-7 минуттай. Содан кейін мына бисквитті бір түн немесе фольганың ішінде тұру керек. Қалай тұрады ол? Қойып қою керек, алдын ала пісіру керек. Мына нанды алдын ала. Сосын қойып қоямыз? Иә, қойып қоямыз, ол өзі тұрады. Барып жеп қоймаймыз, шетінен жұлып алмаймыз. Жоқ, ол тұра тұру керек кішкене. Содан кейін әшекеруге болады. Яғни отбасымызға дайындап берердің алдында бір күн бұрын дайындап қоямыз ғой. Ал енді екінші кремді араластыратын неміз қажет па бізге? Жоқ, керек жоқ. Онда мен алып қоюға бола ма? Иә, болады. Бізге, сізге және кедергі жасамасын.
екінші крем үшін біз жасай берейін ба? Я, әрине жасай беріңіз, Жадыра. 200 граммдай май аламыз, бірақ мынау қатты болып тұр, кішкене жұмсару керек. Сіз осы жерде жасамағанда қай жерде жасайсыз? Сіз осы жерге көрсету үшін келдіңіз. Біздің көрермендеріміз қазір үйреніп алу керек, барлығын біліп алу керек деген сияқты. Міне, майды жаңа араластырамыз. Араластыру керекпіз. Майдың өзін ғой. Иә. Қант ештеңе қоспаймыз ба майға? Қазір біз мына сүтті қосамыз, қойытылған сүтті. Кілеге, қою сүтті, қойытылған сүтті. Қатты болып тұр, сондықтан кішкене сәл ертіп алуға болады ма негізі? Пешке қойып. Әлде қысқа толқынды пешке салып? Жасайтын алдында оны 1-2 сағат бұрын тоңазытқыштан алып қою керек. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, саламатсыздар ма? Я, тыңдап тұрмыз. Қаласынан хабарласып тұрған едім. Сізде мына жасап отырған торттарыңыз өте маған ұнап отыр. Рафаэлла торты, е? Я. Я, осы Рафаэлла тортының құрамына жаңа сіздер 5 жұмыртқа салдыңыздар, соның орнына 3 жұмыртқа немесе какао ұнтағын қоспай қойса бола ма? Какао ұнтағын 3 жұмыртқамен жасап жіберсек бола ма дейді. Мысалға 5 жұмыртқа болмай қалады. Екеуін алып қору жеп қояды. Кішкентай болып шығады. Мына кішкентай болып шығады, иә? Какао ұнтағын қоса, ол қара болып шығады, ақ болмайды. Какао, міндетті түрде какао дейді. Жоқ, какао дейді, ол кокос емес. Иә, какао, қою болып шығу сондай. Шоколад сияқты болып шығу үшін ғой. Иә, қара болып шығады. Болады ғой? Иә. Онда шоколад торты болып шығады, иә, кішкене қоюлау болып. Ой, қандай әдемі, құрметті көрермендер. Бірінші креміміз ол кілегей қосылды. Оған сәл ғана қант ұнтағын қостыңыз, иә? Екінші кремге бір осындай қаптағы май және де әперіп жүрсеңіз, кокосты кішкене қосайық. Жартысын. Жетеді. Ұнтағын. Шашырап кетпесін, сондықтан жауып тұрған себебінде сондықтан, құрметті көрермендер. Жеткілікті деп ойлаймын. Ал енді өз тортын жинайық. Қалай оны әшекелейміз? Бірінші, жасаған мына кремімізді жағамыз. Сол қасықталы. Мен сізге көмектесейін, үлкен қасықпен алып та. Екі жақтап отырып, тездетіп, жасап көрермендерімізге көрсетейік. Міне. Қазір. Кремді жағайық. Яғни, бірінші бір кремді, екінші екі кремді жағамыз ғой? Бірінші мына кремді жағамыз. Үстіне сосын барып мынаны жағамыз. Сосын жағамыз, иә. Сосын барып бетіне Рафаэлланы қойып қоямыз. Қоямыз. Сосын алып оны жеп қоямыз. Иә. Иә? Тамаша. Өте дәмді. Жаңа жасалу, әзірлеу тәсілі де оп-оңай екен. Жаттап алуға да болады. Тағы да шолу өтетін болсақ, қамырына 5 жұмыртқа, бір стақанға жетпейтіндей қант, және де ұн қостыңыз жоғарғы сұрыптағы барлығын араластырып, бұл қамыры, бұны бір 25-30 минутта 200 градус дедіңіз бе? Пешке қойып қоямыз. 180-200 градус. Кейін оны фольга қағазына бірден жеп қоймаймыз. Болмайды. Өйткені оны жеп қойсаңыздар, ортасы кесілмей қалуы мүмкін. Сондықтан бір түнге қоясыздар да. Бірінші кремнің құрамын міне эфирде берілді. Кремнің құрамы біреуін айтып өтейін. 200 граммдай май, сосын, жасай беріңіз сіз. Сүт. Нау, кокос ұнтағы, және де қойытылған, және сүт, иә? Екінші крем, ол мүлден оңай. Мүлден оңай, кілегей, және де қант ұнтағы. Араластырдыңыз, көпіршіктей болып шығады. Тамаша. Біздің қыздар түскі шайға тортымыз дайым деп мақтанып тұрайыншы мына жерде. Қазір енді барлығымыз шығармашылық топ. Шай ішеміз. Сіздер де өздеріңіз жасап алып, біздің WhatsApp-қа, видеоға салып жіберсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, мүмкін сіздердікі ерекше болып шығатын шығар. Біз сіздерді күтеміз, және де Instagram парақшасынан да тамашалай алатын боласыздар. Мен бітіп жатыр, болды қазір. Бетіне Рафаэллның қоюға асығып тұрмын. Шеттеріне қойыңыз әдемілеп. Кішкентай доп сияқты.
Алақай. Тортымыз дайын болды. Иә, болды. Тікелей эфирде аз уақытта, құрмет көрермен. Мына жерге қоя салыңыз. Тамаша. Бәрекелді. Біздің тортымыз дайын.